Стопты міндетті түрде қою керек. Бірнеше рет, 3 рет жазып қойдым мен. Стопсыз сауда жасамау керек. Менің де басымнан өткен стопсыз сауда жасап, біраз шығынға кеткен күндерім бар, иә. Ол әрбір трейдерде одан басынан өтеді. Сіздің басыңыздан өтпей, сіз оны жаңағы сезіне алмайсыз, стоп қоймауды, иә. Сол себепті әрдайым қазірден үйреніп жатқан бастан стоп қоюды міндетті түрде өздеріңізге соны алып жүріңіздер, иә, стоп қоюды. Ал 1-3 қатынас дегеніміз, соотношение дегеніміз не? Ол дегеніміз мысалға сіздің take profit деген болады, иә? Take profit деген болады. Take profit деген ол табыс деген сөз. Табыс. Ал stop loss деген болады. Бұл шығын. Шығын деген білдіреді. Енді жаңағыдай stop loss'ды айттық қой, біз стоп қою керек деген, мұны содан шығады stop loss. Take profit бұл табысты алу деген. Profit деген жаңағы табыс дегеннен шыққан, take деген алып қалу деген. Енді 1-3 деген келетін болсақ, 1-3 дегенге келетін болсақ, мысалға әрбір жаңағы сіз 10 сделка істедіңіз дейік, 10 сделка, 10 позиция ашып жаптыңыз. Сол 10 позицияңыздың сіздің мысалға стоп лоссыңыз сізде $1 болсын дейік. Доллардың алдында болады негізі. Стоп лосс шығыныңыз сіз $1-дан асырмайын деп өзіңіздің сауда жасау жоспарыңызға байланысты 10 позиция аштыңыз, ашып жаптыңыз. 10 сауда істедіңіз, былайша айтқанда. Оның 5-еуі сізде шығынмен жабылды, минуспен. Ал қалған 5-еуі мысалға плюспен жабылды. Демек, бұл жерде 50%, 50%ды айтып тұрмыз ғой. 50%-ыңыз минуспен, 50%-ыңыз плюспен жабылды. Демек, сіздің $1 рискпен жаңа сауда жасайтын болсаңыз, 5 позицияңыз минусыңыз сізде болады $5 минус болады. Ал $5 плюс позицияңыз, жаңа табыспен шыққан позицияңыз сізде 1-3-ті айтатын болсақ, сіз әрбір сделкада сіз қойып отыру керексіз. Енді неге байланысты, саудаға байланысты, сіздің стопыңыз 3 есе, стоптан 3 есе табыспен шығу керексіз. Мысалы, мына жерде 10 цент дейікші мақұл. 10 цент шығынмен болу үшін сізде 10 акция болу керек. 10 акцияны 10 центке көбейтсек $1 болады. Сонда сіздің табысыңыз мына жерде мысалға $10-ға көтерілді тағы да. 10 центке көтерілді дейік. Бұл 1-1 болып есептелінеді. Мынауымыз 1-1 болып есептелінеді. Келесі 20 центке көтерілді дейік. Бұл сізде 1-2 соотношение болады. Келесі мысалға 30 центке көтерілді дейік. Бұл уже 1-3 болады. 1-3 болады. Кемінде сіз 1-3 табысты алып отыру керексіз. Скальперлер болады, мысалға 1-1 де алуға болады, 1-2 де алуға болады. 1-3 алып отырып, арғарай уже сіздің тәжірибеңізге байланысты 1-10-ға дейін алуға болады, мысалға. $1 дейін өсетін акциялар бар, мысалға. Акцияның бағасы әртүрлі жүреді. Енді қараңыздар, 5 позициямыз бізде кемінде 1-3 соотношениемен алатын болса, $3 бізде, 10 акцияң 10 центтен. Мысалға, $3 болады. $3, $3-ды 5-ке көбейтсек, $15. Сонда, $15 біздің табысымыз бар, және де шығынымыз бар $5. Алып тастайтын болсақ, біз бәрібір $10 табыспен шығады екенсіз. 10 акция емес, сізде егерде
шығыныңызды көтеретін болсаңыз, әрине табысыңыз да көтеріледі. $10 рискпен жасайтын болсаңыз, сізде демек 100 акция болу керек. 100 акцияңыз сізде $10 болады. Мысалға 10 центтен риск қоятын болса, деген сияқты. Оны өзіңіз есептей бересіз. Жұмыс барысында есептеуге болады. Мінекей, осындай стоп арқылы жұмыс жасау керек деген осы. Стопты әрдайым қою керек, достар. Ұмытпаңыздар,